Абдували Қансейітов ұзақ жылдар бойы Жұлдыз ауылдық округ әкімінің орынбасары қызметін атқарған, ауылдық және аудандық мәслихаттың депутаты. Сондықтан Арда Азаматтың есімін алған турнирдің ашылу салтанаты алдында соның рухына Құран бағышталып естеліктер айтылды. Әбекең ерте жас кезінен бастап осы спортты, әсіресе футболды, одан кейін мына хоккейді, қай түрі болсын спорттың, соны өте бір сүйіп, соған атсалысып, сол қатынасып, соны көріп, осындай бір спортқа жан сүйер адам еді. Алғаш рет ұйымдастырылып отырған турнир тартысқа толы болды. Қорытынды сәтке келгенде қарсылар шақ келтірмеген Бейнеткеш командасы бірінші орынды иемденсе, екінші орынға Қарабастау командасы табан тіреді. Ал жүлделі үшінші орынды Қарабастаудан 3-2 есебімен жеңілген темірландық ойыншылар еншіленді. Бүгін енді бұл Жұлдыз ауылында турнир постоянно өтеді. Әр жылда осындай ағаларымызды еске алып, осындай турнир өткізіп жатқан барша осындағы Жұлдыздағы бауырларымызға мыңда бір алғыс айтамыз. Енді мықты ойын, мықты жеңілді міне. Бүгін бірінші орын алды. Сол Бейнеткешенің Жамбай командасы бірінші орын алды. Құдай сәттілігін салды. Салауатты өмір салтын қалыптастырып, бұқаралық спортты дамыту мақсатында өткен сайыстың жеңімпаздары жүлделі сыйлықтармен марапатталды. Гүлнұр Амрали, Абай Құралбаев, Гүлмаржан Молдадос, оңтүстік ақпарат.